Ассалаумағалейкум, Маржан Кеңес каналының көрермендері, отбасыларыңыз, бала-шағаларыңыз аман есен ба? Малжан, ауыл аймақ, бәрі түгел аман ба екен? Енді мынау кеше осы каналды ашқалы бері енді жұмысымыз бар, басқамыз бар. Бұл видео түсіргенде маман емеспіз. Не дейді? Сөйлегенге журналист емеспіз. Ол тәжірибеміз аздау, соған бір кешіріммен қарайсыздар. Әйтеуір осы бауырларымызға, білмей жүрген бауырларымызға бір білгенімізді үйретіп жүрген жайымыз бар. Анау еді, мынау еді деп айыпқа бұйырмаңыздар. Кеше бір бауырымыз звондап, менен кішкентай туған қозыларымның қанша бір 20 күндік, 25 күндік қозылардың көзі бұқталып жатыр екен. Бұқталып іріңдеп қалып жатыр дейді. Соған не істесем болады дейді. Енді врачқа көрсетпедіңіз ба десем, врачқа көрсеткеннен нитокс ұрсын, нитокс укол сал деп айтты дейді. Ол қаншалықты дұрыс дейді. Енді мен ештеңе дей алмаймын, енді врачтың айтқаны дұрыс шығар. Білмеймін және дедім. Енді осы жерде малмен айланып жүргендер болса, 20 күндік, 25 күндік қозыларға нитокстың қаншалықты пайдасы бар. Соны не ақ кетсеңіздер. Енді көзі іріңдегенде, көзі боқталғанда дедім, мен мына жерде бір дәрі бар. Өрге тыққым не? Бір анда-санда болады өз. Міне, тетрациклин дейді ма? Пакет жүрсесін, міне, тетрациклин. Бұл тауықтарда да ұшырайды, бөденелерде ұшырайды. Конъюнктивит дейді ма? Конъюнктивит дейді. Көзі боқталып қалады, көз ауру. Сол кезде осыны 2-3 күн жағам, содан аптай болып кетеді. Мына қыс болған екендерге тықпа салам әйтеуір. Айнымайды күн шыққанша деп. Сол қаншалықты дұрыс, қаншалықты бұрыс. Қазір екінің бірі ветврач, екінің бірі білгіш. Әйтеуір аузына келген айта береді. Ол 20 күндік қозыға, 25 күндік қозыға нитокстың қаншалықты. Ол антибиотик болса, ол қозыларға қаншалықты пайдасы, қаншалықты зияны бар екен. Я, еще қанша грамм бұр деп айтты десем, барсақ ветаптекеден сұрасаң, саған айтады деп ветврачқа жібере сапты. Білмеймін енді қалай болатын. Ем болсын дедім әйтеуір. Мынау малыңызға не бересіз, қандай жем бересіз дейді. Осы жерде 6 мал ма? Соған мына жерде мынау мақсарының отходы, зерно отходы. Мынау күнжара. Бұл анау не деді? Атын ұмытып тұрмын. Рапстың күнжарасы. Оның ішінде бидейлер де шығады. Білмеймін қандай екен. Мен өзім рапсты еш беріп көрмегенім, кеше барсам рапс бар екен. Рапс деді, малдарға жақсы деді. Осыны алып беріп жатырмын. Кейін мына жарылмаған бидай, бір табақ. Енді не деген мен болды қоймал. Ұсақ мал қырылдап жеген жақсы көреді. Қырт деп. Бір табақ бұдан да қосам. Бұл табағымыз міне. Мынандай табақ. Қанша литр? Килоға тартқанда 600 граммдай. 650 грамм, 700 грамм не болады бидай. Емдерде арпамен бидайдың тартылғаны. Мына астында кебек. Осыны араластырам. Араластырып аламын да. Араластырып аламыз. Мына үйден шыққан бала-шағадан мына алма қабығымыз да бар. Ішінде нанымыз да бар. Былай айтқанда жұғынды. Енді бұны кейбір блатнойларымыз канализацияға төгіп жібереді, басқаға төгіп жібереді, көшеге апарып, көшеде иттерге қойып қояды, басқа қойып қояды. Біз осындай міне асқабақтың қабығы да бар. Жаңа мынау көрсеткен дегенім кальций. Кальций бер деп айттым, малыңа кальций бер.
дейді. Мынау бір жерде тұрған екен кальциясы. Міне мынау кәдімгі өзіміздің қолдан шыққан жұмыртқа. Жұмыртқаны майдалап малдарға беріп жіберемін. Бала-шаға жеген жұмыртқаның несі қабығы. Оның ішінде біз білер де білмес әжептәуір несі қалып кетеді. Ішіндегі жұмыртқасы. Ол мына қойларымызға жұмыртқаны семірткенге. Ол жұмыртқаны да пайдасы көп. Өйстіп араластырамыз. Осын кешке дейін жейді. Кешке 30 порциядан және бір не көреміз. Әбеттің кезінде тек сабан, шөп, кімде не бар, жоңышқа. Екеуін өткізгенбіз жоңышқа мен нені сабанды дробилканы. Дробилканы өткізіп қойған. Соны бір сығын тастап шығады. Шөпте тұрған ештеңке жоқ. Құр сабанның өзін берсеңіз де болады. Шөппен мал семірмейді. О далада болса шөппен семіретін шығар. Құлайша қолға қарап тұрғаннан кейін шөппен мал семірмейді. Ондай жемдер бермегеннен кейін бұл жылдыққа жантаққа уақытым болмай кетті. Сол кездерде бізде де жұмыс көбейіп кетті. Жантақ әкеп прессін 600 теңгеден де прессін аламай қалдық. Қол тимей кетті, басалып кетті. Сезонында алып. Қазір алайын десем қап-қара жаман болып жатыр. Міне осындай кішігірім бір мәлімет. Және бір тайыпқа берілмейсіздер. Өзге сөзге жоқтауымыз. Әйтеуір қазағыма бір мәлімет болсын деп сабатқан жеріміз. О малды да басқанда тәжірибе бізде тек қана. Бір оқыған жеріміз жоқ, басқа жеріміз жоқ, тәжірибе. Бір лайк қойып кетіңіздер, басқа да бауырларға жетіп баруға өз үлестеріңізді қосыңыздар. Келесі видеоларда тыныштық амандықта жолыққанша мал жандарыңыз аман болсын, бала-шағаларыңыз аман болсын.